Остров ұмытылмас саяхат деген фильм. Бізге ананы тауып, өзіміздің кінәлі емес екенімізді дәлелдеуіміз керек. Білесің ба, примерно қайда екенін? Білем. Міне осы ғой Ерғалидың. Қарапайым халықтың көз жасынан алған үй десейші. Кинопоискке шыққан екен. Бұрын кинотеатрлардан көрсетті, бірақ осы кинопоисктен көрдім. Жалпы біздің киногерлер осы Таиландтағы фильм түсіруден шаршамады ма екен. Және Еркебұлан Тоқтар деген актер, өте жақсы актер. Бірақ дәл осындай фильмдерден шаршамады ма? Өйткені Бишарашка тоже Таиландта түсірілді. Примерно рөл дәл осындай. Бұл жерде де сондай. Екі рөлі бір-біріне ұқсайды. Бұл жерде оның кейіпкерін компанияда жұмыс жасайды да, бастық оны басшы қылып кетіп Таиландқа қашып кетеді. Сонымен бүкіл жаңағы проблеманы осыған тастап кетеді. Сонымен ол сондағы компания қызметкері екеуі Таиландтан бірақ шығады, осыны ұстау үшін оны тез табады, содан бір тайпаға түсіп кетеді. Вот сондай бір өте қызықсыз фильм болды. Осындай фильмдерден шаршамадыңыздар ма? Бұндай фильмдердің қажеті қанша деген ой келеді. Сондықтан да өте скучный фильм, тек бір рет көресің де ұмытып кететін фильм. Ешқандай мәні жоқ, ешқандай мағынасы жоқ, қызықты қылуға болар еді деп ойлаймын. Оның үстіне енді Таиландқа барып түсіргеннен кейін оның жолы бар, түсіретін жері бар деген сияқты оңай нәрсе емес негізі. Вот, сондықтан да Таиландқа барып түсірген еңбектер үшін фильмге 10-нан 1 деген баға қоямын.